Наш президент, вы наша последняя надежда. Сіздің үйіңізде сіз тұратын ауданда су жарық мәселе шешілген бе? Қалада білмеймін, бұл ауылда тұрмайды. Ол ештеңе білмейді. Қақпайды. Осы 3 ай бұрын есіктің алдына келіп әбіше деп беріп кеткен. Бұның орынбасарлары, ауылдың әкімі бұның айтқанын тыңдамайды. Бұл никто. Жол жоқ бір, су жоқ бір. Жолда балалар қалап жүргіздің бе? Біздің үйде су ішейін суда жоқ. Жоқ. Балаларым түсіп, ертең күні өлмесін деп. Жер астынан бір құдық қазылапты балалар. Ол ішті ауытып жатыр қазір. Әкімнің аты жөнін білмеймін. 3 ай сайын әкім ауысады бізде. Электричество также. 10 столбов поставили криво-косо и ушли. Кто будет контролировать? Какие подрядчики приходят? По 3 человека, 1 экскаватор. Ни лицензии у них нет, ничего нету. Отсюда напрашивается вопрос. Кто за что отвечает и куда уходят народные деньги? Народа наболело все на душе. Поэтому вышли мы на этот митинг. И дети даже вышли. Сейчас детям как вот в школу добираться? Никто об этом не заботится. Бәрі қорқып келмейді. Бүгін де шақырдық қой. Никто не пришел. Рядом никто не задает вопрос, никто не отвечает. Правительство, власть вообще сами собой заняты. Осымен қанша жыл осындай проблемамен жүргендеріңізге? 10 жыл, 12 жыл айтып тұрмыз ғой. Питьевой су жоқ. Каждый с этими, с баклажками ездит. Кто покупает, кто где берет воду. Әкімнің аты жөнін айтыңызшы. Атын білмеймін ол кісінің атын. Жылда бір әкім келеді, ауысып кетеді. Ауысып кетеді, оның не успеваем запомнить. Кездескен жоқ, танысқан жоқ. Жоқ, келген жоқ. Район әкімін білмейміз, ауылдың әкімі Қанат деген мырза. Шыннан жаяу барып, автобусқа мінеді. Автобус жоқ қой бұл жерге келіп тұрған. Сізде свет жоқ дейсіз. Ал свет деген нәрсені барлығын мына жеке осындағы бір кісіден әркім 500 мыңнан шығарып тартып алған. Оның дұрыс тартылмаған. Жел соғатын болса свет жоқ болады. Қараңғы үйде отырады балалар. Сабақ қара алмайды мысалы. Мен атым Сейтқан, Қытайдан Алтай аймағынан келдім. 89-дамын. Мен келген осы жерге 3 жыл болды. Су жоқ. Жер астынан бір құдық қазылапты балалар. Ол ішті ауытып жатыр қазір. Свет жоқ. Свет бірде бар, бірде жоқ. Ал қазір кейбір семьелердің мұзатқыштар бұзылып жатыр дейді. Бұл төктің әлсіздігінен мемлекет төгі жоқ тартып берген. Екінші мұна жол мәселесі. Қазір мұна арғағына келіп кіргенде мен мәмсеге түсіп санап отырдым. 15 рет айналдым. Топтың ішін аралап отырып, бүйтіп өтіп келеді екен. Сонда мұнады төтеліп жол сатпесі болмай ма? Жоғарғы өкімет қысық балат бар, ona кейін жоға атқарылмайды. Мұна жолда суда көп қойды, әлі жоқ, 2 жыл болды. Кіргізіп берген жоқ. Бұл ақшаны алады, жет жатады. Халыққа мұны істетпейді. Оны кейін осы ауылда әкім жоқ. Не мектеп жоқ. Екі ортамыз 1000 километр қалды бұнда орталықпен бері екі орта. Балалар мектепке қайда барып жатыр қазір? Автобуспен барып жатыр. Осы жерден. Қалаға барып жатыр. Қалаға барып жатыр. Мұнда неге барып жатыр? Центрге. Әкім қайда? Әкім жоқ. Әкім жоқ. Бұл ауылда әкім жоқ. Неге? Сондықтан әкім неге көрген жоқ әкімді. Осының алдында жас тұрым, наурызға бір жиын болды, бардық, боран болып тұрды. Сонда анау молладар сөйледі наурыз жөнінде. Сонда бір жас бала шығып, әкім деді, орысша сөйледі. Біз жиналған орысымыз қазақпыз ғой. Қазақша сөйлеуге болады ғой. Тек қана құқықты алып алды, атын жаздырып қойды. Қазақ кенді орысша сөйлеп отыр. Орыс енді тіліміз ұқпаймыз, орыс оққамыз жоқ. Сондықтан мұна сенді жақсы қазаққа жеткізіп берсе. Әкімсіз ғой? Одан әкіміз. Тұрғындар әкім жоқ деп жатыр, сіз не дейсіз оған? Кездескен жоқсыз ба оған дейін? Кездестік қой, кеше кездестік. Қазақша сөйлейтін кім бар? Қазақша. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағайын. Мен аудан әкім болам. Есім Мұрат Сағатұлы болады. Менімен бірге келген аудан прокуроры келіп отыр. Ішкі істер бөлімінің басшысы келіп отыр. Мына құрылысшылар келіп отыр осында сіздермен кездесу үшін. Қандай сұрақтарыңыз болса айтыңыз.
Біз ай сайын осында штаб құрдық. Сіздермен кездесуді арнайы ай сайын мектепте өткіземіз. Апта сайын осында келіп, жаңағы құрылыс жөнінде барлық жұмыстарды тексеріп келеміз жұма сайын. Кеше ғана сағат 11-де мектепте біз жиын өткіздік осында. Осы ауылдағы кісілер барлығы келді. Енді сіздің ауылдан мына осы микрорайон, шам микрорайоннан келмейді адамдар. Кеше Сәуле деген кім болады? Мен боламын. Сіз боласыз. Кеше сізді шақырдық. Келіңіз, айтыңыз, қандай сұрақтарыңыз қандай талаптарыңыз бар? Келіп айтпадыңыз ба? Кеше. Қазір, сабыр етіңіз. Сабыр сақтайық ағайын. Кешіріңіз, да, біз 10 жыл уже айтып жүрміз. 10 жыл айтып жүрміз. Сосын мына Сәуле бір өзі қалай барады ол? Жоқ, мен айттым, барлық кісілеріңіз қанша болса да келіңіз деді. Кім бой? Вот смотри, каждый год акимлар уже меняются. Каждый год. Вот только мы зимой басқа аким болды. Сіз тағы келдіңіз басқа. Мен осында шай болып келіп конечно, біраз жұмыстар бар. Ол да солай айтты. Мен только шай болдым, келдім дейді. Енді бұлай, міне қазір мен сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Мен сіздің шақырған жеріңізге жету үшін неше километр өтуім керек? Неше километр? Бізде жол жоқ бір, су жоқ бір. Өзі сіздің шақырған жеріңізге жету бірнеше километр. Это не 3 километра, это даже не 5 километров, это даже более того. Это туда и обратно. Вы представляете, я сама в предпенсионном возрасте. У вас никаких условий для того, чтобы я могла туда поехать. Пешком. Бродячие собаки. Это я вас благодарю, что в честь вашего приезда прибрали возле моста, скосили траву. Это плановое были мероприятия? Ну, я не знаю, я первый раз вижу. Балалар кружкалармен келіп тұр. Су ішкісі келеді. Автобус жоқ. Қашандан бері біз сұрап жатырмыз. Автобус мұнда жіберуге болады ғой енді. 3 километр жаяу жүреміз. Бізде 3 километр анда мына жаққа акиматқа вообще қашық акимат дейді. Балаларды жаяу жүруге қорқамыз, қанған ит көп. Ана 4 метрге бардыңыз ба? Соның кіребес жерде ең далаға светін, стопсын қойып, газын қойып, жолын жөндеп жатыр. Адам да жоқ о жерде, тірі пенде жоқ, ең далаға. Ойлаңыздаршы. Енді бауырым былай, міне, қараңызшы. Жібек жолы, қазір бауырым түсіндіріп айтайын. Осы Жібек жолы ауылында қазіргі уақытта 30 мың халықтай тұрады. Жоқ, дұрыс. Мен айтайын, түсіндіріп айтайын. Енді барлығына жеткізу үшін, су құбырын жаңағы жолын өткізу үшін енді проект жобалар бар. Сіздің мына 6-шы шағын аудан кірді оған. Бірақ ол кезмен келеді. Қазір мысалы, допустим, 2-ші, 4-ші микрорайон, жаңағы 3-ші массив, 3-ші микрорайон қазір соларда жұмыс жүргізіп жатыр. Содан кейін сізге кезекпен келе жатыр. Жоқ, тұра тұрыңыз. Су құбырын подрядный организация. Ағасы, мен айтайын. Тошты істеген нәрсені жүдіп нәп істемейді аналар? Екі жұма жоқ. Тоқтай тұрыңыз. Мен айтайыншы. Ал дұрыс, бізде 8 микрорайон бар. 8 микрорайонның 1, 2, 3, 4, 10 микрорайон. 10 микрорайон бар, естеттіңіз. Ал 5 микрорайонға істесе біз сөгіс жоқ. Бізден аттап кет 7 мен 8-де, светте, жолда бәрі жарқырап тұр аға, барыңыз. О жақтың адамы көбірек шұғылайды. Оларда уже бірақ шығады олар. Шуламаса сіздер стоп қой жатыр. Қарамайды. Айқайлы соң айтқан Стоп қой жатыр. Оны істедік, уақытымен оны жөндейміз. Бізден аттап кетті, 7 мен 8 жасақ қойды. Қалай аттап кетті? 7 мен 8 жасақ қойды. Дәуренбек, міне құрылыс бөлім басшысы Дәуренбек, қалай өзге аттап кетті? Жоқ, міне жол жоқ. Мәселесін айтайын мен қазір. Түсіндіріп кезек-кезекпен. Судың мәселесі бұнда 26 шақырым. 26 шақырым негізі не дейді ғой, ұзындығы. Оны қазіргі таңда 15-16 шақырым жасалды. Осы 6-шы микрорайон ең көп жасағаны. Бізде Птова Байсына деген мердігер. Енді қазіргі таңда бүгін енді жексенбі ғой олар. Жексенбі болғандан производственник болғаннан кейін олар жоқ. Бір ай болды. Қалай?
Жоқ, қазір бізде Жалтыркөлдө бізде звондады. Жоқ, Жалтыркөлде емес. Қазір 4-ші микрорайонда бізде жаңағы қалып қойған учаскелерді қазір соларды жасап жатыр. Былтырғы фермалар қайда салған? Былтыр қазып кетті, жылқы түсіп өлді, оны көмбей кетті, оны биыл қайта келіп біреулер қайта алды. Почему, если у вас есть проект, почему вы его не осуществляете? Правильно. Вот смотрите, ребенок это Проект спрашивает. осуществляется. Ну как он осуществляется, если... Юный друг, проект осуществляется. Идет поэтапная реализация этого проекта. Очень большой капиталоемкий проект. Идет поэтапно. Сейчас закончен, сейчас завершили. 4-й микрорайон дороги ведутся, 3-м массиве завершили. Сюда дойдут. Водопроводные сети тоже ведутся поэтапно. Не может быть все в один день, сразу же все решится. Мы вас Это все понимаем. работа идет. Мы вас понимаем. Вы нас понимаете? Конечно, понимаю. Нет, вы не понимаете, потому что я нету лично вас здесь воды. понимаю. Воды нет. Света, просто света. 21 век, 30 километров от города нет света. Даже 20 уже. Нет света. Вы понимаете, вот нет света. Вы даже не жили никогда. Люди 10 лет уже живут здесь. У кого дети маленькие. Нет света. Второй, нет воды. Вот это элементарные. Мы же не просим там построить парки, сады, там еще. Просто свет, вода и дорога. Вот посмотрите вот на эту дорогу. Посмотрите на эту дорогу. Видите, асфальт идет. Вот почему асфальт вот до половины дороги, а дальше нет. Вот я вам объясню. Вот подождите, мне предыдущий Аким сказал, так запланировали. Как можно запланировать так, что вот половина дороги сделать, а половины 7-й, нет? 8-й микрорайон Это же вообще, проект, подожди, дайте договорить. Вошел проект. Дайте договорить. Он не закончится здесь, и здесь продолжение Вот будет. смотрите, да, продолжение Просто будет. здесь Но надо понимать другое. Что Да, мы прежде все всего- понимаем. Нет, я не об этом хочу Это сказать. вы нас не понимаете. Прежде всего, Соны айтып отырмын ғой мен сізге. Сол ақшаның қаржысының байланысты бізге бөлінген ақша 466 миллион. Яғни 3-тен 1 бөлініп тұр. Ол переходящий келесі жылға, значит, 2 жылдық проект. Жоба. 2 жылдық жол. Түсінікті. Су айтып жатырмын. Су. Электроэнергияда да биыл бөліп тұрған 575 миллион республиканский бюджеттен. Оның құны 1 миллиард 800 миллион. Есептеңіз сонда. Бұның да 3-тен 1 ғана қаржы бөлініп тұр. Бізде қазір қуаттылығын арттыру үшін Новоалександровка деген подстанцияда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірінші источник дейді ғой басында. Онда 10 мыңдық трансформаторды 40 мыңдық трансформаторға өзгертіп жатыр биыл. Бірінші источник қуаттылығын арттыру. Мощность өзгерді. Барып көрулеріңізге болады. Сол биыл осы 2 қуаттығын ауыстырамыз. Қазіргі таңда сол 6-ші микрорайонға опоралар орнатып жатыр. Қазір 148 опора орнатылды. Біздің мәселеміз енді мынау сіздерге қуаттылық келу үшін электроэнергия. 8-ші Новоалександровкадан бастап 8-7 осы 6-ға келеді. Солай. Жоба бойынша. Енді бұл сроғы қашан бітуге тиіс? Қашан? Барлығы 2 жыл. Переходя. 2 жыл. 2020. Ол енді бұл 2 жылға сол. Қаржыға келіп тіреледі. Наш аул расположен 20 километров от столицы республики, но у нас по-прежнему нет питьевой воды, дорог, освещения, нет автобусных остановок, нет мусорных контейнеров, нет детских игровых площадок, интернета, газификации, тротуаров. Наш президент, вы наша последняя надежда. Последние несколько лет чиновники разных рангов кормят нас обещаниями и бездействуют. Люди доведены до состояния отчаяния. Народ устал от пустых слов. Мы оббили все пороги. Касымжан Кемелевич, нам нужно развитие нашей инфраструктуры, нашего 6-го микрорайона. Мы требуем проверить правильность расходования бюджетных средств, которые выделялись, и дать на правовую оценку действиям местных чиновников, акимов, и принять к сведению игнорирование и полный аудит провести. Люди долго ждали. 10 лет здесь живут, 15 лет живут, некоторые приехали ранее еще. Естественно, людей возмущение есть. Но эти проблемы мы решаем постепенно. Это не в один день решается. Самое главное, финансовые средства выделяются. 8,3 миллиарда тенге, еще раз повторюсь, в этом году выделено. Сіздің үйіңізде сіз тұратын ауданда су, жарық мәселе шешілген бе? Ауданда барлық жерде су, свет, жаңағы жарық бар, жол. Енді
кемшіліктер бар, бұны айтуға болады. Бірақ мұнда жібек жолында көбісінде әлі жоқ. Айтып отырмын ғой, 30 мың халық мұнда тұрады. 30 мың, бір аудан. Ол бір жылда емес, биыл осы 8 миллиард бюджеттен бөлінген. Сіз қалай сонда ол кісі қалада тұрады дейсіз ба? Қалада тұрады, білмеймін, бұл ауылда тұрмайды. Ол ештеңе білмейді, қақпайды. Осы 3 ай бұрын есіктің алдына келіп әбілше деп беріп кеткен. Бұның орынбасарлары, ауылдың әкімі бұның айтқанын тыңдамайды. Бұл никто. Айтқанын істетілмейді. Айтып келе жатыр, ешкім істемейді. Кеше ғана не істеп отқан сияқты болып тұр ғой. 2 жыл енді әбілше деп айтпады. Біз кеше келдім өйтіп. Как обычно. 7 жыл болды. Подальше деген әңгіме ғой. Ағай, жаңағы әкім айтып жатыр ғой, енді менің үйімде де сондай дейді да? Өтіп айтады. Қалай ол сонда? Сіз барып көріңіз үйін, қай жерде тұратын? Менің есігім алдына барып көріңіз. Оның есігінің алдына барып көріңіз, салсыңыз. Ол қай жерде тұрады? Әкім халықпен бірге емес пе? Жоқ. Әкім өз қайпымен қуып жүр. Сіздің ауданыңызда қандай мәселелер бар? Нақты айтып жіберіңізші камера. Нақты жол, свет болды. Жолды көріңіз, әне жерде осыдан 3 жыл алдын салған, әне жерде тоқтап қалған болды. Мына жақта тағы да халық тұр, мына жақта. Енді кім жауапты, кім кінәлі деп ойлайсыз тұрғын үйде? Әкім? Да, әкім. Үйімді сығылмайды. Қалтасында дымы жоқ, қолында билігі де жоқ. Ешкім тыңдамайды оны. Бірақ ауылда тұрса да есіктің алды светі, көшесінде жол бәрі бар. Мына жолдың, Мұрат Искендербекович. Мұрат? Искендербекович. Кішкентай балалар құлап түсуі мүмкін, жол жаман. Біз ана Айсұлудан өзіміздің үйге барған жерде уже батпақ, аяқтарымыз кір болады. Свет жоқ, газ жоқ, су жоқ. Свет жоқ. Біздің үйде су ішейін десең, суда жоқ. Жоқ? Су өшіп, свет өшіп, тұратын су жоқ. Магазиннен алып келеміз өзіміз. Магазиннен алып келеміз. Үйде судың да бағасы көтеріліп кеткен. Қош қаншадан аласыңдар? 2-3 теңге бір бөтел. Болашақта осы жерден су ішеміз біз. Міне мынандай балалар түсіп кетсе кім бет ашық тұр, жаппайды дейсіз ғой. Жаппайды. Міне біреу ма, екеу. Ана жерде үшеу. Біздің мен үйім ана жақта мысалға. Оған дейін жолда 3 құдық бар осындай. Оның барлығы ашық. Бірақ мен акиматқа жазған кезде маған айтты, этот вопрос решается деді. Әкімнің өзі, жаңағы Сергалий Базарбаевичтің өзі де айтты, что этот вопрос решается, подрядчиктар өздері шешіп жатыр деді. Сосын тағы да бір аптадан кейін сұраған кезімде маған айтты, бізде подрядчиктар ауысып кетті, енді біз басқа подрядчиктерге неттік, сол кісілер енді жауап береді сіздерге деді. Бірақ уже ол сұрақ қойылғалы 1 ай өтті. Жалпы бір-біріне сілтеп жүр ғой, иә, тек қана бір-біріне сілтейді, біз осылай қаламыз. Мысалы, тоқ жоқ бізде, тоқтың түрлерін көріп тұрсыз, міне мына құлап жатыр. Бір күні боран болып мысалы құлап қалса, тағы да светсіз қаламыз дегендей. Жолды көріп тұрсыз, мынандай біздің жолымыз осы. Біз осы жолмен кейде жаяу да қатынаймыз, машина бұзылып қалған кезде. Балалар мектепке қайда барып жатыр? Балалар мектепке орталыққа барады. Бірақ өткен мектеп жоқ басқа. Ол мектептің өзі салқын. Қыстың күні абысыным бар, олар садиктер, жаңағы мектептің терезелерін скотчтап жауып жылытты. Сол жаңағы автобус мәселесі. Остановка 3 километр алыс. Сосын автобус бізге келмейді, 3 километр жаяу жүріп барамыз. Жұмысқа барамыз, енді адам болғасын жүреміз ғой. Сосын балаларымызды үйірмеге бере алмаймыз. Қаңғыған ит көп мына көшеде. Автобус, мектеп автобус уақытымен келеді, уақытымен кетеді. Жаңбыр жауса, батпақ. Магазин, қыстың күні, көпірді көрдіңіз ба, осы соған машинамызды қойып кетіп жаяу келеміз боранда. Мектеп автобусы 3 жерге тоқтайды бөлініп. Ойлаңызшы, ана жерде тұрады, жаңбыр жауса, бір паналайтын ештеңе жоқ. Боранды күні бізге балаларымызға қауіп. Боранды күні вообще автобус келмейді мектепке. Әкімнің аты жөнін білмеймін, 3 ай сайын әкім ауысады бізде. Сол бізде жол мәселесі, су мәселесі, жарық мәселесі. Сол жаңағы автобус мәселесі. Остановка 3 километр алыс. Сосын автобус бізге келмейді, 3 километр жаяу жүріп барамыз.